Сәлеметсіздер ме? Мен Семей қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі жатақханасының тәрбиешісі Дулатова Гүлжан Егизхановна. Бүгін ата-аналар мен оқушыларға арналған кеңес тақырыбын уақытты тиімді пайдалану дегеніміз не деп алдық. Себебі неге бұл тақырыпты таңдадық? Күнделікті өмірде жатақханада оқушылар уақытты тиімді пайдалану дегеніміз не? Тайм-менеджментті қалай қолдануға болады? Оның қандай жолдары бар деген сияқты сұраныстар мен семинар өткізуді сұрап еді. Бүгінгі қашықтан оқыту жағдайында қолдана отырып, пайдалана отырып, мен осы тақырыпты ашқым келіп отыр. Алдарыңызда интернет желісінен бірнеше сілтемелер берілген, қосымша ақпаратты осы сілтемелер арқылы алуларыңызға болады. Сонымен тайм-менеджмент дегеніміз не? Бұл адамның өз уақытын және өз қызметін басқарудың бірыңғай жүйесі. Ол мақсатқа жету үшін жұмыс күнін тиімді жоспарлауды, уақыт ресурстарын табуды, басымдықтарды орналастыруды, жоспарланған жұмыстың орындалғанын бақылауды ұстауды қамтиды. Неге? Тайм-менеджмент туралы білген жөн, және бұны ата-аналардың білгені де жөн. Себебі бұл уақытпен тығыз байланысты. Ал уақыт ол қайтарымсыз, оны көбейте алмаймыз, үнемдеп ұстауға келмейді, біреуге бере алмаймыз, не ала алмаймыз, және қайтарымсыз болып табылады. Уақыттың жаулары бұл жоспарсыз өмір сүру, алдын ала істелінетін жұмыстарды кезекке қоймау, кейінге қалдыру немесе шегеру, өзіне қажет емес жұмыстарға кірісу, асығыстық, пайдасыз оқу, қажетсіз жұмыстар, жоқ деп айта алмау, қажетсіз қоңыраулар, бір шешімге келе алмау. Егер өз өміріңізді жоспарламасаңыз, сізге оны басқалар жоспарлайды. Генри Форд. Уақытты тиімді пайдалану үшін жалпы ұсыныстар. Барлық жұмыс уақытын жоспарламаңыз. Оның тек 60%-ын негізгі істелінетін істерге бөліңіз. 20%-ын өздігінен жүретін әрекеттерге кетіріңіз. Мысалы, шығармашылықпен айналысу, тағы басқа. Ал қалған 20%-ы жоспарланбаған іс-әрекеттер үшін резерв уақыты болуы тиіс. Уақытты тиімді қолдану бойынша қандай жоспарлау жолдары бар? Алғашы бұның күн барысындағы жұмыстардың ерекшеліктерін талдау үшін күнді 4 шартты бөлікке бөліңіз. Бұл таңертең сабаққа, жұмысқа дейінгі уақыт, түскі асқа дейінгі уақыт, түскі астан кейінгі уақыт, және кешке сабақтан, жұмыстан кейінгі уақыт. Күнделікті 10 минут ішінде өз жұмыс күніңізді жоспарлауға дағдыланыңыз. Бұл күн сайын 2 сағатқа дейін жұмыс уақытын үнемдеуге көмектеседі. Бәрімізге таныс Эйзенхауэр матрицасы бар. Бұл матрица бойынша істер, шұғыл емес істер, маңызды және маңызды емес істер болып бөлінеді. Мысалы, маңызды және шұғыл істер бұл бірінші топта аяқ асты пайда болған шұғыл мәселелер, орындалу мерзімі тығыз жобалар, денсаулыққа байланысты жұмыстар жатқызылады. Нөмір 2 топқа маңызды шұғыл емес істерге алдын алу әрекеттері, жоспарлау, байланыстарды орнату, жаңа мүмкіндіктерді іздеу, күштерді қалпына келтіру сияқты жұмыстар жатқызылады. Нөмір 3 топқа маңызды емес шұғыл істер. Яғни бұл телефон қоңыраулары, кейбір кездесулер, қоғамдық қызмет, тұрмыстық жұмыстар жатқызылады. Және соңғы 4 топ маңызды емес шұғыл емес істерге ұсақ-түйек істер, қоңыраулар шалу, компьютер ойындары, әлеуметтік желілерде отыру, сериалдар көру сияқты жұмыстар жатқызылады. Соңғы 4 топта тіпті жүзеге асырмай қоюға да болады. Ал оқушы үшін Оқушы үшін уақытты тиімді қолдануды жоспарын құрудың алгоритмі 4 бөлімнен тұрады. Бұл білім алу жұмыстары, пайдалы жұмыстар, үй ішіне көмектесу және бос уақыт. Бір күнгі жоспарды құру үшін алдарыңызда мысалмен келтірілген кесте тұр. Ол уақыттан, жұмыс бағытынан және оның орындалу белгісінен тұрады. Әрине бұл мысалмен келтірілген кесте әркім қарай отырып өзінің бір күндік жоспарын
өзінің жасалатын жұмыстарына байланысты құрып алуына болады. Жұмыс жасағанда келесі кеңестерге құлақ түргеніңіз жөн. Бөлмедегі жұмыс орныңызды дұрыс таңдаңыз. Жұмыс үстеліңіз тиянақты болған абзал. Жұмыс үстелінде басқа заттардың болмауы қажет. Тек қана сағат болғаны жөн. Жұмыс үстелінде сағат болуы бұл уақытты тиімді қолдануыңызға әсер етеді. Ұялы телефонның қасыңызда болуы когнитивті қабілетіңізге кері әсер етеді. Сондықтан телефон не өшірулі жағдайда, немесе басқа бөлмеде болғаны дұрыс. Теледидар өшірулі болсын. Әрбір 45 минуттан соң үзіліс жасаңыз. Қандай әдістері бар? Бірінші әдіс пілдер ісі деп аталады. Піл бұл қалай кірісу және неден бастауды қажет ететін ауқымды іс. Яғни бұл мысалы көлемді күрделі жобалар, даму стратегиясын құру, дипломдық жұмыс жазу, есеп жазу, шет тілін меңгеру, ремонт жасау, тағы басқа осындай өте ауқымды істер болады. Алдарыңыздағы суретте көрсетілгендей, осындай ауқымды істермен, яғни пілдермен не істеу керек? Бүтіндей бір пілді бір мезгілде жеп қоюға мүмкіндігіміз жоқ, иә? Келмейді де қолдан. Сондықтан оны бірнеше бөлікке бөліп, күнделікті жұмыс порциясын айқындап, істі жеңуге болады екен. Бұл әрине ұзақ мерзімдік жұмыстарға бағытталған әдіс. Бақалар ісі ауыр істен жеңілге қарай бағытталады. Көп жағдайда адамдар өздерін шабыттандырмайтын, қызықпайтын, ауыр немесе ұсақ-түйек істерді атқару қажеттіліктеріне тап болады. Мысалы, архивтегі документтерді жөнге келтіру, есепті рәсімдеу, тіс дәрігеріне бару, анықтама алу сияқты істер тағы басқалар. Ал оларды қалай жеңуге болады? Жеңудің екі жолы бар. Біріншісі, күнде таңертең бір бақаны жеу, яғни бір жұмысты жүзеге асыру. Немесе бір күнде бірнеше ауыр жұмыстар болады, бірнеше жұмыстар болатын болса, бірнеше бақалар болатын болса, ендеше ең ауыр жұмыстан бастау күнді. Бұл жұмыс өнімділігінің 50%-ны арттырады. Өйткені сіз күні бойы қуанышты және жігерлі боласыз. Басқа бақалар туралы ойланбайсыз. Олар келесі күндерге қалады да шешімі табылады. Помидор әдісі. Максималды назар аударуды қажет ететін істерге тиімді тәсіл. Кез келген жұмысты қысқа мерзімде орындауға мүмкіндік береді. Мысалы, есепті жазу, дизайнның макетін жасау, ағылшын тілінен мәтіндерді аудару, тағы басқа. Мұндай кездерде бірінші, жұмыс істейтін тапсырманы нақты анықтаңыз. Келесі таймерді дәл 25 минутқа орнатыңыз. Дыбыс сигналына дейін ештеңеге назар аудармай жұмыс жасаңыз. 4-5 минутқа қысқа үзіліс жасаңыз. Келесі 25 минуттық жұмысқа кірісіңіз. Әрбір 6-шы кезеңнен кейін 15-20 минут ұзақ үзіліс жасаңыз. Осы арқылы уақыты тығыз қандай да бір істерді бір күннің ішінде орындап шығуға мүмкіндік туады. Шваб әдісі. Ең маңызды істердің тізімін жазу, маңыздылығына қарай нөмірлеу оларды, осы мәселелерді тізбектей шешу, бір тапсырма аяқталғаннан кейін басымдылықпен тізімге жаңа істерді қосу, істердің маңыздылығының азаюына қарай міндеттерді орындауды жалғастыру. Бұл әдіспен біз күнделікті қарапайым түрде орындауымыз мүмкін, жасап жүруіміз мүмкін, таныста болу мүмкін бұл. Яғни маңызды істерді қосып отырып, оны толық шешіп отыруға болады екен. Кеңестің соңында мен сіздерге мынандай бір мысал келтіргім келеді. Қазақстанда орташа өмір сүру ұзақтығы 81 жас екен. Бұл 2017 жылғы берілген дереккөздегі берілген мәселелерге байланысты. Енді егер де біз осы 81 жасты сағатқа айналдыратын болсақ, 709.560 сағат орташа өмір сүру уақыты екен. Осының 212.868 сағаты ұйқыға кететін уақыт. Шамамен тәулігіне 7,2 сағат деп алған жағдайда. Ал қалған уақыты бұл 496.560 сағат болып табылады. Енді сіздерге тапсырма. Кеңесімізді тыңдап болғаннан кейін осыны есептеп өздеріңізге қорытынды жасаңыздар. Қазіргі жасыңызды сағатқа айналдырыңыз. Яғни жасыңызды 365 күнмен 24 сағатқа көбейтуіңіз қажет. Немесе 365 күнмен 24 сағаттың көбейтіндісі 8760 сағатқа тең. Осы санды
өзіңіздің жасыңызға көбейтіп, қазіргі жасыңыздың сағаттық көлемін аласыз. Енді 496.560 сағаттан, яғни қалған уақыттан өзіңіздің жаңа шыққан сағатты алып тастаңыз. Бұл сізде қалған уақытты білдіреді. Ендеше, қалған уақыттарыңызды сіз қалай жұмсайсыз деген сұраққа іштей өзіңізге жауап берсеңіз. Өзгелерді жеңе алатын адам күшті, ал өзін өзі жеңген адам құдіретті дейді. Қазіргі заманда уақыт тым тез зырлап ағып жатқан заманда әрбір тұлға толық қалыптасқан адами тұлға ретінде қалыптасу үшін бізге уақытты үнемдеу де қажет, оны тиімді қолдана алу да қажет. Егер сіз дәріс барысында сағатқа қарасаңыз, бәрі дұрыс. Сіз уақытты бағалайсыз деген сөз. Ал таң қалып, сағатты құлағыңызға апарсаңыз, қорқынышты. Себебі әлі де сізге уақытты тиімді пайдалану туралы сұрақпен айналысу қажет деген сөз. Тыңдауға бөлген уақыттарыңыз үшін зор рахмет.